115-ші сабақ. Бүгінгі тақырып сын есім. 46-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Самыркеш ақшыл жолақтары бар қоңыр қызғылт түсті орман құсы. Ол ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады. Ұясалар кезінде қалың орман ішіне енеді. Адамдарға көрінбеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестермен қоректенеді. Осылайша табиғатқа едәуір пайдасын тигізеді. Сен білесің бе энциклопедиясынан? Енді мәтіннің астында тұрған сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы дейді? Мәтін, балалар, Самыркеш деген қыз туралы, сол туралы жазылған. Мәтіннің түрін анықта. Мәтін ғылыми танымдық мәтін болып табылады. Себебі бұл жерде құстың нені ұнататынын, қай жерде жүретінін, былай айтқанда ұясалар кезінде қалың орман ішінде жүреді, ұзақ уақыт бойы ағаш басында отыруды ұнатады дейді. Яғни ғылыми танымдық, бұны зерттеген, осы құстың қай жерді ұнататынын, қай жерде жүретінін зерттеген, сол себебі ғылыми танымдық мәтін болып табылады. Енді қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, бұл сөздер нені білдіреді? Мысалы, қарамен жазылған сөздер бұл жерде ақшыл, қоңыр, қызғылт. Оған сұрақ қоятын болса, қандай деген сұрақ қоямыз. Бұл түсін білдіреді. Бұл сөздер ақшыл, қоңыр, қызғылт деген белгілі бір заттың түсін білдіреді. Енді астындағы ережеге мән беріп қарайық. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр. Түсіндік пе, балалар? Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Заттың түрін, түсін білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Мына мәтінде ақшыл, қоңыр, қызғылт деген сөздер ол түсін білдіреді, яғни ол сын есім болып табылады. Келесі 47-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Сырты жасыл, дәні қара, іші қызыл, шырын ғана. Бұл жұмбақтың шешуі қарбыз болып табылады. Енді астындағы сұрақтарға қарайық. Сын есімдердің астынсыз. Сын есімдер бұл жерде жасыл, қандай жасыл, қандай қара, қандай қызыл. Осы үш сөз сын есім болып табылады. Енді жұмбақтың шешуін табуға қай сөздер көмектесті? Өзің қорытынды жасап көр. Жұмбақтың шешуіне көмектескен сөздер жасыл, қара, қызыл деген сөздер. Енді осы бізде түсін, дәнін қара екенін, сырты жасыл екенін, іші қызыл екенін сипаттап айтпаса, түсін айтпаса, біз оны қарбыз екенін біле алмаймыз. Сол себепті осы сөздер жұмбақтың шешуіне көмектесті. 48-ші жаттығу. Суреттер бойынша мәтін құрастыр. Аю баласымен суға шомылу үшін жағаға келді. Күн ыстық, салқындап алу үшін аю бірден суға түсе кетті. Баласы болса қорқып жағада тұрып алды. Оның қорқып қаша жөнелгенін көрген аю тістеп алып суға барды. Салқын суда аю да, баласы да рахаттанып жүзді. Баласының шаршағанын байқаған аю баласын алып жағаға келіп демалды. Мінекей балалар, мен осындай кішкене мәтін құрастырдым. Сіздер де осыған құрастырып жазсаңыздар болады. 49-ші жаттығу. Кесте бойынша сын есімдерді мағынасына қарай топтап жаз. Балалармен топтап жазсам, сіздер менікімен бірге салыстырып қарап көріңіздер де, өздеріңіз де топтап жазып шығыңыздар. Түсі жасыл, күлгін, бос, дәмі ащы, қышқыл, дәмді, тәтті, көлемі үлкен, ірі, ұсақ, кіші, пішіні домалақ, сопақ, сүйір, сапасы жақсы, құрғақ. 50-ші жаттығу. Ребусты шешіп, шешуіндегі сөзді қатыстырып, сөйлем құра дейді. Бірінші бізде тауық. Тауықтан біз артқы үш сөзді әріпті алып тастаймыз, сонда бізде та деген қалады. Екінші суретте бізде ол қаз тұр. Қаз деген сөзден алғашқы екі әріпті алып тастаймыз. Қан алып тастасақ, з деген әріп қалады. Сонда бізде таз деген сөз шығады. Және соңғы бізде айдың суреті, ай дегендегі соңғы иді алып тастасақ, а қалады. Сонда бұл ребустың шешуі таза деген сөз. Енді сөйлем құрастырып жазатын болсақ, мақалды алсақ болады. Тазалық, денсаулық кепілі. Немесе әрдайым
таза киім киіп жүру керек. Мінекей балалар, бүгін сабақ аяқталды. Видеоға тіркеліп, видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.